ақсақал дегенде мен айтамын, ақсақал деген ол сақалына қарап айтатын баға емес. Төле би 10 жасында ақсақал болды. 10 жасында алқалы топты аузына қаратып кесім айтқан адам. Қазыбек те сондай болған. Әйтекелер де сол 10 жасында елдің мәселесін шешкен. Мынау Ордабасы деген төбені білесіздер ғой өздеріңіз. Сол жерде үнемі жиын өткен. Осында Күлтөбе, Майтөбе деген бүкіл, Мәртөбе деген жерлердің бәрі осы жерде өткен бүкіл бұрынғы қазақтың жиындары. Сондай бір төбе осы бөген болсын сіздердің осы отырған жерлеріңіз. Осы жерде отырып елдіктің мәселесін шешіп отырыңыздар. Анау Құнанбай білесіздер ғой, Қодар мен Қамқаны туған қайнатасы менен келіні жатып қойған кезде түйенің жалына көміп екеуін өлтірді. Неге өлтірді? Өйткені шариғат низамында адамзат ғұрпында болмаған нәрсе соның әулетінен шығып тұрғаны оның сүйегіне таңба еді. Сонда айтты ғой, ет сасса тұз себеміз, тұз сасса не себеміз деді. Қазір тұзды саситын заман болып кетті. Өйткені балық басынан шіріп жатыр. Сондықтан осы ауылдағы мәселенің бәрін жинап теріп отыру керек. Мысалға сіздерде көрші ауыл бар, Бадам деген. Анау Забыша елді білесіздер. Бүкіл Қазақстанға Бадамды керемет қылып шығарып берді. Сол елді ешкім жеңе алмай жатыр. Енді ғой қазір. Бірақ қаншама адамның обалына қалды, қаншама адам жылап жатыр, үлкен кісілер. Сондай тексіз, сондай тәрбиесіз осы қоғам өзі-ақ тәрбиелеу керек қой өз ішінде. Сонда қоғам алға жылжиды. Қоғам сонысымен қоғам. Міне, сондықтан тексіздер жолдан кетіп баратқан жүгенсіздеріңізді салып, ортаға тәрбиелеуде сіздердің міндеттеріңіз ақсақалдық елге дұрыс бағыт бағдар көрсететін. Ауылдың түтіні дұрыс шықпай жататын болса, соны дұрыс шығаруда сіздің міндетіңіз. Балаңыздың, ұлықты қызыңыздың қылықты болуы да сіздің міндетіңіз. Ұлыңызда жігер, қызыңызда қылық болуы да сіздің қолыңызда. Сондықтан енді алдарыңыздағы әкелеріңізден үміт күтпейсіздер. Сіздерсіздер 40-дағы. 40 деген қазақта пайғамбар жасы негізі. 63 емес пайғамбар жасы. 40 деген қазақ айтады, 40-та қамал алма. Қалай қамал алады? Өйткені қазақтың бұрынғы жүйесімен есептесеңіз, 13-те отау иесі болсаң, 40-та сен немерелі боласың. Ал 60-тағы әкең шөбере сүйіп отырады. Сонда 60-тағы әкең мен анау немереңнің ортасындағы алтын көпір болып отыратын 40-тағы сенсің. Бүкіл аймаққа бағыт бағдар беріп отыратын. Сондықтан 40-қа келген жігіттер, 40-қа жақындаған жігіттер ойланыңыздар. Сіздер жер орта жасына келдіңіздер. Кәдімгі жер ортасына келдіңіздер. Енді ойнап күліп, енді қызға қараңдайтын заманы өтті сіздерден. Өзіңіздің балаңызбен қатарлас қыздар келе жатқанда соларға қарап тұратын болсаңыз, ол тексіздік енді. Ол кәдімгі көргенсіздік деген нәрсе де. Сондықтан қазір бізде ата сақал аузына түскендер өзінің қызынан да кішкентай немересіндегі қыздармен ойнап күліп отырған ар санамайды. Ал қазақтың бағанағы арым деп биік қоятын нәрсенің бәрі сол жинақталып келгендегі иманы, тазалығы. Тазалықты болыңыздар, ынтымақта бәрі осы ауылда бола берсін. Жақсылық тек қана бөгеннің атын Қазақстан көлемінде жақсы жағынан естіп отырайық. Жақсылықтарыңызды асырыңыздар, жамандықтарыңызды өз араларыңызды жасырып, соны талдап, тексеріп, осындай ай сайынғы жиналыста нәтиже шығарып жүріңіздер. Текке келіп тамақ ішіп, аяқ босатып кетпеңіздер. Әр жиынның мақсаты тағылымды бір өнегеге келетін болсын. Өздеріңіз үлгі келетін нәрсеге. Үлгіні өздеріңізден бастаңыздар. Ешкім сырттан кеп жасап бермейді. Сол берекелеріңіз ұзағынан болсын. Рахмет.